қанша қазақтың қаракөз қыздары жәутеңдеп қамалып кетті, әйгерім күлжан қамалып кетті. Осындай бір ес қазақ ағаларының кесірінен не үшін мен шапылдап сендердің алдарыңа шығып кеттім? Себебі сендер езіліп кеттіңдер, ағалар. Егер сендер мені үлдемен бүлдеге орап, құқымды қорғап, болашағымды жарқын қылып отырсаңдар, мен екі бұрымымды түсіріп алып, қазақша көйлегімді киіп, бесігімді тербетіп, еркелеп, елде жүретін едім. Қаңғып, шашымды төбеме түйіп, немістің туалетін жумас едім. Жалтақтамас едім. Қаншама жылына 184 мың қазақ жасы кетеді, оның ішінде 70% қазақ қыздары, қазақтың жалғызбасты аналары. Менің жан жағымда жүрген 4 баласы бар, 5 баласы бар, 3 баласы бар, қазақтың аналары жүр. Баласы үшін 7000 километр жерге келіп, өзінің әйел екенін, өзінің қазақтың нәзік қызы екенін ұмытып, етегін, жеңін түріп тастап, бала шағасы үшін түнгі ұйқысын, денсаулығын, қаза баласымен өтетін әрбір аналық махаббатының бәрін жиырып тастап, әрекет жасап, дүние тауып жүр баласын асырау үшін. Соған намыстанбайсыңдар ма, қазақ ағалар? Бізге жарасады еліңде тайраңдап жүрген. Баламды күнде маңдайынан иіскеп, солардың ыстық ауқатын жасап беріп, тәй-тәй басқанын көріп, еркелеп отырған маған да ұнайды. Маған да керек ол дүние. Мен сияқты қанша қазақтың қызы жүр мұнда. Бала шағасы, Құдайдан қорқпайсыңдар ма? Солардың бала шағасы ананың мейірімін көріп жатқан жоқ, ананың ыстық тамағын ішіп жатқан жоқ, ағалар. Жылдап, бір күн емес, жылдап ішіп жатқан жоқ олар. Сендер отырсыңдар, диванный критикпін, мен қорқамын, бала шағам үшін қорқамын деп. Біз қорқпаймыз ба? Олар саясаттан айналыспайды, бірақ түн ұйқылары тыныш емес. Баласының температурасы 37-38 күн болса, таңға дейін ұйықтамайды, скорыймен телефонмен сөйлесіп отырады, сағат айырмашылығы бар, таңда 6-да тұрып жұмысқа кетеді. Қаншама инвалид баласы бар қыздар да жүр. Біле білсеңдер, медицина нашар, 15 миллион теңге ақша жинауым керек, баламды Түркияға емдету үшін бір қазақтың қызы жүр мұнда. Білесіз ба? Баласы 2 күннің бірінде аузы көпіріп құлап жатыр үйінде. Қария анасы қарап отыр соның. Көрдіңіздер ме, қандай адамсыңдар сендер? Еще отырсыңдар диванный батырмыз деп. Сол әйелдің әрбір күннен осы қазақ қоғамы, қазақтың қызы 15 миллион ақша жинауым керек, қалай да болса 15 миллионды ол бейшара 3 жыл 4 жылда жинайды. 3 жыл 4 жыл баласының аузы көпірген сайын судыруға ұстап, ол қыз мына жақта жанын шүпірекке тиіп отыр. Соны білесіңдер ме сендер? Жан жағында жүр сондай келіншектер. Еще отырсыңдар, мен қорқамын, мен бала шағам үшін қорқамын деп. Ал медицинамыз, мына министр, денсаулық министрі, соның баласын емдетуге ұлттық қордан қаражат бөлмейді. Соның кесірінен, әлсіздіктің кесірінен, медицинаның салғырттығының кесірінен ол ана 4 жыл, 5 жыл жанын шүпіретке түйіп жүр. Баламды емдетуім керек, аяққа тұрғызуым керек деп. Ой, қарындасым ренжімеңізші просто. Барын айтып. Ренжімеймін, айтыңызшы, қалай сіздер сонда сондайларды көрмейсіңдер ма? Әрине көрмейсің. Мен оны көремін. Ол менен де көмек сұрайды жұмысқа тұрғызуға. Біз әйелміз, біз бір-біріміз. Біз сыртта жүргеннен кейін отбасындағы тағдырды мен де түсінемін. Менің де балаларым ауырады. Менің де балам кішкентай 2,5 жасында тастап кеттім. Іші өткен кезде, температурасы көтерілген кезде оған ана керек. Бірақ мен мияқтап жүрмін. Жағдайын жасай алмай жатырмын. Ыстық тамағын бере алмай жатырмын. Жәутеңдеп жүр. Мектепке жиналысқа бара алмаймын. Түсінесіздер ме? Анасы бұл қолынан жетектеп паркке апара алмаймын, ойната алмаймын баламды. Сол алтын уақыттар қайтып келмейді, аға. Дұрыс па? Балам өсіп кетіп жатыр. Аяғын тәй-тәй басқанын көре алмаймыз. Жалғыз мен емес. Қанша қазақтың жылысы жүр, қанша жасы, даже әкесінің, анасының соңғы қопарып шығара алмай жүрген қанша қазақтың қыздар бар, тізесін құшақтап жылады. Әкеме перзенттік парызымды жасай алмадым, мен Айка деп жылаған қыздар болды. Соңғы тамына аузына суын тамызамадым ғой әкемнің деп. Білесіздер ме? Қазір қайтайын десем, әкемнің жаназасын шығаруым керек дейді. Жылдығасын беруім керек. Ана инвалид шешемде ақша жоқ. Ана үйдің төбесіне су өтіп тұр, Айка. Інім ауру дейді. Қазір қайтып кетейін елге.
әкесі ауырып жатқанда қазір қайтайын десем, әкемнің жаназасын шығаруым керек. Ана үйдің ішінде су өтіп тұр. Анасын үйді туралауым керек дейді. Бейшара қыз әкесінің жаназасына да барған жоқ. Жылды асын өткізіп керек, ананы өткізуім керек. Біз не үшін сөйтіп қиналуымыз керек? Айтыңыздаршы, не жасығы бар қазақтың қыздарының? Ондай қыз қанша жүрген мұнда? Тізесін құшақтап жылаған. Соңғы әкемнің соңғы өліп баратқанда көзіне қарай алмадым. Менің өмірдегі ең бақытсыздығым осы. Маған дүниенің керегі жоқ. Бірақ мен соңғы әкемнің көзіне қарай алмадым, құшақ салмадым, маңдайынан сипап разылығымды білдіре алмадым деп жылап жатқан қыздарым бар. Жете тұра отырсыңдар. Біз не істей аламыз, қорқамыз бала шағамыз үшін деп. Ол қыздар өмір бақи. Неге мысалы үшін бала шағамның алдында өзімді кінәлі санаймын. Баламның кішкентай кезінде барып құммен ойнаған кезінде паркқа барып жетектеп бара алмадым. Балаларым есейіп кетті. Ал маған балалық шағым, олардың жетектеп жүретін шағын ешкім қайтарып бермейді. Осы әділетсіздіктің кесірінен, осы зұлым жүйенің кесірінен, например, неде медицина дұрыс емес, не өмір сүру дұрыс емес елімізде. Біз өзімізді жер тұрамыз, денсаулығымыз бір кетіп жатса, алтын уақытымыз бір кетіп жатса, ағалар бейжай отырсыңдар. Yana bir aytайын деп еді ғой. Сол кісіні тыңдап тұрмын. Осындай ажарлы қыздарымызды, білімді ағаларымызды мемлекетке өзімізге келетін. Мына ғалым да қуана келер еді. Осыға Айтқұл қарындасымызды қуана келер еді. Осы Қазақстанда бір халық бір әрекет жасамасақ, ешкім жасап бермейді бізге. Бэтмен келіп істеп бермейді бізге. Халық бірігу керекпіз, сауатымызды ашу керекпіз. Бір әрекет жасап, осы бір жүйеден құтылу керекпіз. Одан кейін әділет демократиялық мемлекет, бір партияның астына кіріп, екінші партия өзінен өзі пайда болады. Осының бәрін жасап, білімдімізді, ажарлы, тозып жүрген халқым гастробайтер болып жүргенге қалай жүректерін ауырмайды. Осыны өзгертіп, бай, әр қазақ бай болуға лайықты. Біз тек қана демократия керек бізге. Әр қазақ бәрі қайтады, қазақтың бәрін қайтарып аламыз. Қазағымыз көбейеді, қашқандардың бәрін қайтарып аламыз. Сіздер ойлайсыздар-ау деймін, осы мен енді саясатта жүрмін ғой, шетелдегі жүрген, ашынып айқайлап жүрген қыздардың ішінде қыздардан біреу-ақ мен ақпын айқайлап жүрген да осыны. Себебі саясатқа келгенмін, жан-жағымдағы жүрген адамдар осы жақта жүріпті, менің жолыммен өткен кісілер, өткен қыздар, мен соларды қарап жүрегім ауырды. Мен өзімнің балам ауру емес, Аллаға шүкір да,